Sakralь nokta деген сөздің мағынасы. Мағынасы көп болады. Бұл деген сөз таухид деген сөз сол. Sakralь таухидты геометрический тілменен, геометрия тілменен таухид деген сөзді sakralь нүкте деп аталынады. Геометрия тілінде. Таухид деген сөз барлық нәрсе бір нәрсенің ішінде тұр деген сөз. Hem olsun korunup oturgan cennet, cehennem bərliği bir nükte. Bir nüktenin içinde durады. Sol nükteni bizler bayağı canın bir tamsi dep koyamız. Ruhtun bir tamsi dep koyamız. Geometriyada onu sakral nükte dep atarladı. Matematikada, arifmetikada onu единица dep koyadı. Birlik dep koyadı. Бірлік деп қояды. Единица деген арифметический біреу емес ол. Ол бірлік. Бір нәрсе. Соны sakralь нүкте болсын, несін соны таухид деген сөздің математический формасы бар, физический формасы бар, геометрический формасы бар. Бұны шариғат өзі, сол нәрсе шариғат. Шариғат тілімізде біздер не деп айтамыз? Барлық нәрсенің сүйреті бар. Жан дүние менен тән дүниенің о арасында аламыл мисал бар деп қояды да, сүйрет әлемдері бар дейді. Сүйрет әлемі деген сөз мағынасы геометрический форма деген сөз. Геометрический форма болады. Әр бір сіздердің әрекеттеріңіз болсын, сөзіңіз болсын, қиялыңыз болсын, соның формасы бар. Сол алдыңыздан бір сүйрет болып шығады. Bir тірлік қып қойдыңыз. Отырдыңыз да, деп қалдыңыз. Өзіңізден өзіңіз бір деп қалдыңыз енді. Сол сүйрет болады. Алдыңыздан бір сүйрет болып келеді ертең. Иә, сол бір сүйрет болып келеді. Сүйрет болып келеді да, сен неге деп айттың осыны? Деп сұрайды сізден. Деп қалдың енді. Неге деп отырсың сен өзі? Миың істеймін, сен істемеймін өзі. Неге айттың дейді. Өйткені сен аузыңнан шыққан нәрсеге жауап беруің керек деген сөз бұл. Аузыңнан шыққан нәрсеге жауап беруің керек сен. Өйткені сол аузыңдан деп шығып отырғанда сен демді пайдаланың, бір қуатты пайдаланың, сен аузыңдан шыққан бір дыбысты пайдаланып отырсың. Я бір күшті сен оны айтып отырғанда бір нәрсе есіңе келді ме, я бір нәрсе есіңе шығып кетті ме, бір қиялменен сол қылып қалдың сол нәрсені. Ол бекерден бері деп айтылмайды енді. Бір нәрсе болды да, саған сол бірден эмоция келді да, баяғындай қылып бір сілкініп түстің енді. Соның өзі геометрический формасы бар. Геометрический формасы бар. Шариғат тілде оны шайтан деп айтамыз. Шайтан дейміз. Емесі періште деп айтамыз. Періште, шайтан деген ұғымдардың барлығы баяғы физический формасы, геометрический, сакральный геометрия, оның есеп кітабыны біздер квантовый математика, ол есеп бар. Әл-қадару, хайру, шарру деген сөздің мағынасы, әрбір нәрсе қадар деген сөз есеп. Расчет. Расчет деген сөз. Қадар дегенде біз тағдир түсініп жатырмыз. Біздің жаратып қойған тағдир деген сөздің қадар деген араби сөздің арабша мағынасы ол есеп деген сөз. Оның формуласы бар. Ол математический формуласы бар. Соны қадар деп атаймыз. Түсін ба? Енді оның баяғы біз айтып отырғандай геометрический формасы болды дедік па? Енді ол шайтан болған соң әсер қылу керек па? Періште болғаннан кейін мысалы бір әсер қылу керек па? Соны физический явление деп аталады. Физика деген сөздің мағынасы әр қандай күштің болып отырған әсерін айтамыз физика деп. Сол нәрсені шариғатта Алла табарак тағала физика тіліменен дүниенің математика, дүниенің ғылыми тіліменен сөйлесіп келіп жатыр, бізге айтылып келіп жатыр да, біз абсолютно миымызға ештеңе жетпей жатыр. Атагөз екеуі бір нәрсені айтып жатыр. Соны енді Ньютон энергияны
не исчезает, он переходит одной вид к другому, одной состояние к другому состоянию баяғы сөз айтып жатады. Сенден шыққан баяғы деген бір әрекет жоқ болып кетпейді. Ол бір халдан екінші халға өтіп отырады. Суыңыз ағып отыр енді. Шырылдап су ағып отыр да, буғанда оған баяғы электр үлкен роторларды қойып қойсаң, ол баяғы күш түк қауысып кетіп жатыр. Оның бар светіңді неңді сваркаңды істетіп жатыр, холодильник машинаңды істетіп, бар нәрсені, бәрі нәрсені сонымен істетіп жатырсың енді. Сол барды да бітті, енді сол сөз бар, дыбыс бар не жағынан шығып жатыр енді. Сол электр мен жағынан микрофондан сөз болып шығып жатыр. Не дейсің енді? Көрдің бе? Ол бір халдан екінші халға өтіп тұруды, бұны физическое явление деп аталынады. Иә, бір халаттың екі нәрсеге осып тұрады. Бұның барлығын сіздер өлмейсіңдер. Мына дүниеден кейін ертең сенің амалың я шайтанға ауысып тұр, я болмасам періштеге ауысып тұр, ертең басыңа бәле болады, я болмасам сауап келеді. Сен жәннатқа алып кіреді деген сөздің мағынасы сол өзі. Бәрі соның мағынасы сол. Соның үшін біздер баяғы сакральный геометрия деген сөздің мағынасы барлық нәрсе формасы бар. Соның ауада енді мына ауада пустота жоқта біздер алып тастайық, өзімізді алып тастаймыз, атомды алып тастаймыз, квант бөлшектерін алып тастаймыз. Барлық нәрселерді алып тастаған, материал нәрселерді алып тастағаннан кейін рухпенен біз материалның арасында енді баяғы сакральный геометрический архитектурный решетка қалады. Пошымдар, формалар қалады. Осы полностью сол формалардың ішінде біздер қалаған нәрсемізді сүйретін жасаймыз. Сол формалармен үйді саламыз, формалармен гілемдерді тоқимыз, сол формалармен мына нәрселерді жаратамыз. Сол определенный формада тұрады. Ол тағын сол форма болғаннан кейін математический оның расчеттары тұрады. Нан пісіру үшін пәленше мықтарда су қосуың керек, ұн қосуың керек, температурын пәленше мықтарда болу керек, температураның өлшемі болу керек. Ол көбейіп кетсе жанып кетеді, кемейіп қалса піспей қалады. Сол үшін определенный бір расчетта оттың өзі бір расчет болу керек. Бәрінің расчеті бар, отырсың ба? Соны қадар деп аталынады. Соның барлығы баяғы біз квантовый физика, квантовый математика, сакральный геометрия деген сөз шариғатта айтып отырған сөзіміздің ғылми логический көрінісі ол. Ол да баяғы қазақ тілі, қырғыз тіліне ұқсаған ғылми тіл ол енді. Алланың сөзін, Алланың кәламын біздерге мынандай жағымен түсіндіріп береді. Соны біздер Ньютонның сөзін естіп, вах, мынандай біздер дүние ғылымға жетістік дейді, оны молдалар айтып кеткенімен шаруамыз болады. Ол молдалар доналы айтып кеткен анада. Енді соның енді бұлар научный формасын тауып отырды, соған ғашық болып отыр. Соған айланып отыр, мен айланып. Біздер оны ilgeriden bu da atamızdan da atalarımız aytıp ketken, moldalar aytıp ketken, peygamberlerimiz aytıp ketken, sonra kayıtlayıp atırımız o yönde. Bir neseye kendini düşünmemiz gerek oldu.